Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қарағанды облысында аллергиясы бар препарат алған жігіт тілге келмей жан тапсырған деп хабарлады Түркістан КЗ. КТК арнасының мәліметінше, Қарағанды облысында ауруханада жан тапсырған жігіттің отбасы дәрігерлерді қатаң жазаға тартуды талап етіп отыр. Айтуларынша, жоспарлы ота жасауға барған адамға дәрігерлер науқастың аллергиясы бар антибиотик егіп жіберген. Соның салдарынан ол анафилактикалық шоқ алып комаға түсіп 2 күннен кейін тілге келмей бақилық болыпты. Төрежан Мақешев облыстық ауруханаға жоспарлы түрде тікішегіне ота жасатуға әйел екеуі бірге келген. Цефуш антибиотигіне аллергиясы бар екені ауруханаға кіргеннен айтылыпты. Науқасты абылдаған құжаттардың бәрінде ол ақпарат жазылған. Бірақ ота жасаларының алдында алған екпеден кейін оның жүрегі тоқтап қалған. Реаниматологтар 20 минут дегенде жүрегін қайта соққызғанмен науқас комаға түсіпті. Ақыры 2 тәулік есін жемей жатып жан тапсырған. Марқұмның артында жары мен 3 баласы қалды. Әйел екеуі қылмыстық атқару жүйесі департаментінде қатар қызмет еткен. Марқұмның жары Төрежанға аллергиясы бар препаратты егуге жол бергендер жазасын алсын деп отыр. Ал дәрігерлер антибиотикке аллергиясы бар жоғы тексерілген дейді. Мұны медициналық қызмет сапасын қадағалау басқармасындағылар да растады. Дегенмен науқастың өліміне нақты не себеп болғанын кешенді тексеріспен тергеу анықтауға тиіс. Отадан бұрын теріс сынама жасалынады. Оның қорытындысы бойынша ол теріс болып бағаланды. Науқасқа ота алдында цефуш дәрісі салынған. Сот медициналық сараптамасының болжамы бойынша науқас анафилактикалық шоқтан қайтыс болған дейді. Қарағанды облысы медициналық және фармацевтикалық бақылау департаментінің бас маманы Ардақ Бейсова. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.